Келісімнің 5-ші бабына сәйкес тараптар транскаспий халықаралық көлік маршрутының әлеуетін арттыру жөніндегі маршруттарды әзірлеуде бірлесіп жұмыс істейтін болады. Қазіргі уақытта осы бағыт бойынша қандай жұмыстар жүргізілуде? Соны айта аласыз ба? Рахмет көп, құрметті Жүргели Молдағалиұлы. Жалпы біздің Қазақстан аумағында транскаспийлік көлік дәлізін дамыту үшін инфрақұрылымдық бірнеше жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ол біріншісі Достық Мойынты темір жолының екінші желісін салу. Ол келесі жыл толығымен іске қосылатын болады. Оның нәтижесінде жүк өткізу көлемі 18 миллионнан 35 миллион тоннаға артады. Екіншісі Алматы қаласының айналымы өтетін жолы, темір жолы. Бұл жалпы Қазақстан аумағынан транзит жүктің өтуін, жалпы кез келген жүктің өтуін 24 сағатқа қысқартады. Үшіншісі Дарбаза Мақтаарал жаңа темір жол өтпесі Өзбекстанмен салынып жатыр. Сонда ол біздің өту қуаттылығын екі елдің арасындағы тағы да қосымша 10 миллион қуаттылық береді. Оған қоса қазір мына Құрық және Ақтау порттарында тереңдету жұмыстары жүргізіп жатыр. Оның нәтижесінде, терең болған нәтижесінде біздің кемелер көбірек жүк ала алатын мүмкіндік болады. Осындай инфрақұрылымдық жобалар транскаспийлік көліктік дәлізі шеңберінде іске асырылып жатыр. Рахмет.